Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға кітапханамыздың дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған Ақшұта Бақтиерееваның «Менің Фаризам» және Ғұмар Қараш туралы өмір дерек аудио кітаптарын ұсынамыз. Ақшұта Бақын бұл кітабында қазақ әдебиетінің заңғар биігі саналған Әбіш Кекілбаев айтпақшы, баһадүр сөздің еркеде есті иесі Фариза туралы сыр шертеді. Фариза Оңғарсынова мен Ақшұта Бақтиерееваның достығын бәрі білетін. Қазақ өлең сөзіне өзіндік тақырыптарын ала келген қос аруды ағалары да, іні қарындастары да ерекше құрметтейтін. Жансырын біріне бірі айтатын екі ақынның бір-біріне деген ала бөтен көңілі ешқашан суымаған. Құрбысынан көз жазып қалған Ақшұта Бақтиерееваның Фариза туралы жүрек сөзі, естеліктері айтылады. Естелік эссе оқырманды жалықтырмайтын, тартымды да татымды тілмен жазылған. Ғұмар Қараш Бөкей ордасындағы Қырғыдық деген жерде 1875 жылы кедей шаруаның әулетінде дүниеге келді. Өте ерте жетім қалып, ағайын туғандарының қолында тәрбиеленіп, ауыл молдасынан сауатын ашады. Ғұмар жастайынан ақ өлеңдер шығарып, ел аузындағы әдеби мұраларды жалғастырды. 20 ғасырдың бас кезінде қазақ даласына тарайтын арабша, түрікше, татарша, қазақша басылымдарды оқып, заман дәуір жайын оңға бастайды. Ол әдеби, тарихи пәлсапалық кітаптарды іздеп жүріп оқыды. Сөйтіп, ислам діні қағидаларын жетік білген Ғұмардың енді дүниелік ғылымдардан да хабары болады. Осы және басқа мәліметтерді толығырақ аудио кітабымыздан оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет.